жарық неме екенін білместен қараңғы деп жүрген адамға любой нәрсені көрсетіп кете барады үшін ұқсап ләмпішкені құяш деп кете баратын адамдар көп те. Фатхулло Каюмбаев, Шымкент қаласының тумасы, этникалық өзбек, діни алауыздықты қоздырып, терроризмді насихаттаған үшін 5,5 жылға сотталды. Интернет жаңа дәуірдің ақпарат алаңы, ақ пен қараның таласы. Бұндағы соғыс бұрынғы соғыстан өзгерек. Оқ атпай-ақ әлділер әлсіздерді отарлап жатыр. Мұндай тенденция жастарға тұзақ құратын террорлық топтардың мүмкіндігін еселеді. Шекараны жойған цифрлық жүйе арқылы псевдо-шейхтар, псевдо-салафилердің сұм саясатын жүргізуде. Надандыққа көніп, сойылдарын соғатын жақтас іздеуде. Вообще дінге 17-18 yaşında башлап қызыққа башладым. Үйде өзі айжан намаз оқиды. Может, шу себепші болғанда, может, башқа нәрсе өз ішімнен нақа болды. Қандай айтсам болады. Шуне туйғу сезім. Контактіде кіріп, қақылық пост оқып, башағып. Шумен, айтсам болады, шу дінге башағып кіріш башладым да. Үнчем көрген башағып. Екен мәрузалар ешіс башладым. YouTube'dan, aslında YouTube oldu. Şundan iş başladım. Abdullah Damma deyen Oşok davetçi var. Cennet aşkları deyen mevzular köp onun internette. Abdullah Domla laqabатымен tanılған радикалды идеологтың азан шақырып қойған аты Абдуғали. Ханафи мазхабын ұстанғанымен Абдулlah Дамлада, яғни өзбек тілді уағызшылардың арасында бесін танытып отыр. Радикалды, мына шетелде Түркия жерінде жүрген, Сирия жерінде жүрген радикалды уағызшылардың айтатыны хижрат темасы. Яғни бұл зайыл мемлекет, тағут, яғни күфір мемлекеті хижрат жасаңдар деген ұрандатып жүр радикалдар. Діннен бөлек орындалатын салт дәстүрі бар, әдет ғұрыптарымыз бар, тарихымыз бар, мәдениетімізге қайшы келетін тұстар жиі кездеседі. Ертеңгі күні дінараздық алауыздыққа да соқтырады. Жалпы Сириядағы қақтығысқа жанкешті жинауда Орталық Азия стратегиялық бағыт саналды. Шам жерінен жүргізілген уағыз насихат араб, ағылшын, орыс және өзбек тілдерінде тарады. Бұлар сәләфилік пен ислам келді деп саясаттандыру жүйесі кіріп жатыр. Олардікі революциялық негіз көзқарас тудыру, үкім шығару несін, санкциясын барлық адамға беріп қойды. Барлық адам қазір отырып алаттағының анау кәпір, анау бидағатшы, анау пасық, анау пәленше деп такфирге шығару мәселелері бар. Амал мен иманды екеуін байлайды. Біздің ерекшеліктер осыда. Біздің ханафи мазхабында иман мен амалды байламайды. Бізде мұсылман адаммын деп айтатын болса адам біз мұсылман екендігіне жеткілікті. Буквализмге негізделген идеологияны дәріптеп жүрген өзбек тілді уағызшылардың саны 10-нан асады. Бәрі таяу шығыста бой тасалап жүр. Өзбекстан билігі оларды қылмыскер деп айыптап, халықаралық іздеу жариялады. Abdullah Domla yoki Abdug'ani Domla degan shu taxalluslar bilan demak chiqadi. Ular etnik o'zbek bo'lganligi sababli, ya'ni o'zbek tilida gapirganligi sababli bizni shu yoshlarimizni, bizni fuqarolarimizni demak o'sha o'ziga og'dirishga erishyapti. Hech qaysimizga sir emas, o'sha to'g'rimi 2014-2015-yillarda mana Suriya va Iroq voqealari bugungi kunda qanaqa dahshat demak holatga olib kelgan. Soxta bir qo'shtirnoqchidagi bir o'sha domlalarning qilgan ishi natijasi bu albatta. O'sha yoshlarni radikal g'oyalar bilan, mutasiblik ruhi bilan zaharlab tashlashgan. Фатхуллода радикалды идеологияны дәл осы арандатушылардың ықпалымен қабылдапты. Айналасына өшіккен, кекшіл мінез пайда болған, салдарынан имамдарға ұйымай зұлымдық пен қан төгіске шақырған материалдарды көбейтіп таратқан. ВК я спрашиваю. Типа якын дінеуға кірген едім, дін өргетесамы деп. Флешке беріп оладым болдым, мәрузебін. Бана адвинкин ақ кейін пайтта, көч оқыдым. Бәлесеге призыва кетішет, өз дінің үшін Құран болу үшін керекті. Шунақа тематикада бәлесебі. Интернет сәбәбідан көплер Сирияға кетіп қалушы еді. Интернет сәбәбі мәшітке түшіп қаятты. Интернеттің файдасы бар, бірақ оны ішете біліш керекті. Діннің бір бөлшегі дін деп есептемеймін, жалпы неосәләфизмді. Себебі бұл үлкен жоба. Сирияға барып, соғысып, өзінің қателігін түсініп келген жігіттермен біз жұмыс жасаймыз. Навақидел ислам,
кашфи шубахат, таухид деген кімнің Мұхаммед Абдул-Ваххабтың кітаптарын бізге жүйелі түрде жаттатқызды деді сол жақта. Кімде кім кәпірді кәпір демесе, мүшрикті мүшрик демесе, ол адамның өзі кәпір болады деген пунктке келген кезде өзіміздің арамызда алауыздық туындады. Деструктив деген нәрсе өзіміздің ішімізден шықты деді. Түбі экстремист, террорист тәрбиелеп шығады. Фатхулла бұл идеологияның соңғы сатысына жетпеді. Адастырған түнек оны түрмеге әкелді. Интернет ұстаз бола алмайды. Либо өледі, либо қамалады. Қазір теологтардың көмегімен санасындағы тар қапастан шығатын жолды іздеуде. Бірақ сөзіне амалы сай ма? Оны уақыт көрсетеді.